Ассалаумағалейкум, құрметті менің жазылушыларым, көрермендерім, құрметті қазақ елі. Мына бүгінгі бейнеролигімді қазіргі қазақ халқының арасында, қазақ елінің арасында болып жатқан дүрбелеңдерге байланысты айтып жолдағым келіп отыр видеомды. Жалпы қандай тақырып дегенде, қазір уақытта өздеріңіз көріп отырсыздар, неше түрлі жаңағындай болмашы нәрсеге ашуланып, болмашы нәрселерге ұрсысып, аяғы адам өліміне алып келіп жатқан өздеріңіз көріп отырсыздар. Алдында мысалы өздеріңіз көрдіңіздер, ана жас бала, жас жігіт, жас қызды пышақтап өлтіргенін өздеріңіз білесіздер. Одан қалса алдында да ана Атырау жақта да мысалға түнгі клубта жаңағындай бауырларымыз бір-бірін ұрып, сабап, сондай нәрселерге алып келіп жатыр. Одан қалса алдында спортсмен жігітті балалар ұрып өлтіріп қойғандарын өздеріңіз көрдіңіздер, өздеріңіз куәсіздер. Осы орайда мен өзім ойымды айтайын деп едім. Мен жалпы дін істерін бітірген маман емеспін. Бірақ та мен өзімнің ойымды айта кетейін деген алдында да айтқан болатынмын. Мына жалпы шариғатта енді діннен өзіміздің кішкене болса да хабарымыз болғаннан кейін өзімнің ойыммен бөлісе кетейін деп отырмын. Мына осы жағдайларға байланысты өзімнің бір ойымды айта кетейін деп отырмын. Уағыздан естіген бір ойыммен бөлісе кетейін. Ол қандай дегенде, мына пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам кезінде осы болашақты болжағандай ақырзаман белгілерін айтып кеткен болатын. Сонда мысалға бір айтылған жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уайымдаған екен, болашақта мысалға мұсылман емес елдер көп болады, мұсылман емес мемлекеттер көп болады деген. Бірақ енді сол кезде енді мұсылмандар не істейді, мұсылмандардың жағдайы қалай болады деген уайым ол кісіні де мазалаған болатын. Сол кезде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам Аллахқа жалбарып дұға қылған екен: я Алла тағалам, енді мұсылмандар менің үмбетімнің жағдайы қалай болмақ, егерде жаңағыдай басқа дін, басқа мұсылман емес мемлекеттер көп болатын болса, енді мұсылман бауырларымызға қырғидай тиетін болады ғой, сонда мен не істеймін деп Аллахқа жалбарынып дұға қылып, Аллахтан мұсылмандарға жәрдем сұраған екен. Сол кезде Алла тағала пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның дұғасын қабыл қылып, бірақ дұғасын қабыл қылғанда да шарт қойған екен, яғни шарт уәде алған екен. Ол қандай дегенде, екі шарт қойған екен. Мұсылман, менің екі шартым бар, мен ол мұсылман мемлекеттерді үмбетті қорғаймын, тек олар менің шартымды орындаса деген. Яғни ол шарттары: біріншісі, олар бірін-бірі алдамаса деген, екіншісі жаңағындай бірін-бірі өлтірмесе деген. Яғни осы уағызға қарай қазіргі заманды біз байқап, бақылап көріп отырмыз. Қазір уақытта бір-бірін алдау көбейіп кетті, және де жаңағындай бірін-бірі өлтіру деген шығып жатыр. Құдай сақтасын ондайдан. Ағайындар, құрметті ағайындар, мына видеомды жолдау ретінде жазып отырмын. Мына бір-бірімізге ашушаңдықты тоқтатайық ағайындар. Бір-бірімізге жұдырғалы жүгіруді қояйық. Бір-бірімізді өлтіргенді қояйық. Қандай жағдай болмасын сабырға шақырайық. Аллахтан қорқайық. Аллахтан қорқып бір-бірін алдаудан және де бір-бірін өлтіріп қоюдан қорқайық ағайындар. Ол оңай шаруа емес. Сол кезде уәдемді орындаса, оларға ешқандай жау тимейді деген. Сондықтан ағайындар, бір-бірімізді алдап, бір-бірін өлтіретін болса, қазақтарымыз сырттан жау келетіні сөзсіз. Сондықтан біз өзімізге сақ болайық ағайындар.
қазағымыз ұйымшыл тату тәтті болсын. Және де осы видеомен бөлісіңіздер. Егер де бір кемшілік қателіктер болса кешіріп қойыңыздар.